Assalamualaikum құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомыз осынау ұлан қайыр территорияға ие болуымызға өзінің бірегей үлесін қосқан ер азаматтың қанаты болған қазақ жылқысы туралы болмақ. Қазақ жылқысы байырғы сақара жылқысы тұқымы болып, денесі үлкен, сүйегі шымыр, жүні қою, жал құйрығы тығыз, маңдайы жазық, көзі үлкен, құлағы қысқа, мойын еттері толық, шоқтығы жақсы жетілген, арқасы тегіс, сауыры көлбеу, иығы қалыпты, көкірегі кең, құрсағы жуан, жіліншік бақайшықтары қысқалау, тұяғы берік, жалдас, құйрық қылдарымен шашасы қалыңдау келеді. Түсі көбінесе торы, кері, қара, көк болып, баран түстері көп кездеседі. Дене салмағы айғырлары 600 кг, ал биелері 550 кг болады. Мінезі жуас, мініске көмпіс, жаз күз айларында ерен тойнады, суыққа шыдамды, қыста 50 сантиметрлік қасат қарды тарпып жайлады. Биелері ерекше сүтті келеді. Шабысқа салсаңыз 50 км аралықты 2 сағат 3 минутта басып өтеді. Күш жағынан 50 кг жүкті 50 км жерге талықпай жеткізеді. Қазақ жылқысы 4 жасында толық жетіледі. Жыныстық функциясы 1,5 жаста жетіледі. 3 жасында үйірге қосылып ұрықтандырылады. Bir айғыр 20-30 биені ұрықтандыра алады. Көп санды биелер 15 рет құлындайды. Бие әр жылдың сәуір айынан шілде айына дейін айғырдан шығып болады. Қазақ жылқысы өзінің шымырлығы мен көмбістігі арқылы тек қазақ елінде ғана емес, Қытайдың Алтай или Тарбағатай өңірлерінде, сонымен қатар Бұратала, Санжы, Құмыл сынды облыс аймақтарында, Гансу өлкесі, Ақсай қазақ автономиялы ауданы қатарлы орындарға кеңінен тарқалған. Тіпті керек десеңіз, ішкі Қытайдың кейбір өлкелеріне дейін таралып, кең өріс жайған сапалы әрі текті тұқым болып табылады. Қазақ жылқысы өз ішінен Адай жылқысы, Көшім жылқысы, Қостанай жылқысы тағы басқа жылқылар тұқымына бөлінеді. Сонымен қатар қазіргі таңда Қытайда бренд болып жатқан Іле жылқысының өзі Орлов, Дон жылқыларымен қазақ жылқыларын будандастырудан шыққан жылқы болып табылады. Ал енді ортақ денелік өлшемдеріне келсек, дене салмағы айғырларда 600 кг, ал биелерде 550 кг. Жіліншік орамы айғырларда 18-4 см, ал биелерде 17-9 см. Көкірек орамы айғырларда 172-3 см, ал биелерде 169-1 см. Дене ұзындығы айғырларда 144-2 см, ал биелерде 144 см. Дене биіктігі айғырларда 140-1 см, ал биелерде 138-6 см. Қазақ жылқысының ет түсімі орта есеппен бүкіл дене салмағының 57%-ын ұстайды. Мінекей құрметті көрермендер, сіздер ұлы даланың мақтанышы болған қазақ жылқысы туралы азда болса құнды ақпараттар алдыңыздар деп ойлаймын. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.